Қайнаған бүгін жылқының соғымын әкеліп, келінжан бір бүгін жақсылап ет ашшы деген соң, ойланбастан қазанға еттің барлығын салдым. Ал қайнаға болса, келінжан бүгін сен тамақты істе, ал еттің астына отты мен жағамын деп көмектесіп жіберді. Еттің көбігін алып, қазыны тесіп алдым. Бүтіндей бір пияз, помидорды салып, балғын сорпаға 2 жұмыртқа ұнды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алдым. Сорпаға сәбіз, картопты салып, қайнатып аламыз. Қамыр дайын болған соң, дөңгелек формада жайып алып, кесіп аласыздар. Жұмсақ болып піскен жылқы етін сүзіп алып, қайнағама апарып бердім. Қайнап тұрған сорпаға қамырларды салып, пісіріп алдым. Қамыр жабысып қалмау үшін тұздық салдым. Қамыр дайын болғанша қайнаға етті жақсылап тұрып турап қойған екен. Енді 5 бармақтың дәмін айта алмайым достар. Өте дәмді болып шыққан. Тамақ жеп болған соң табақты алайын десем, табақ ақысы деп 500 мың берді. Сәлем салып жіберіп едім, тағы да 500 мың берді. Осылайша супер келіндеріңіз бір-ақ күнде миллионер болып кетті.